Toymайтын. Arada bir yıl ötті. Сәлем, әке. Кіріңдер. Пабло, өзіліс. Қандай мәселемен келдіңдер? Мейвес аздап ұшқыңыз келмейме, соны білгісі келеді. Мен ұшуға шақырмағанға көп болды. Не болды, оған себеп бар ма екен? Жай себеп жоқ. Солай ғой, Мейве. Солай ма? Мұнаға не болған? Аздап қобалшып тұр. Түн тамылжып тұр екен. Егер барғың келмесе мейлі. О, не дегенің, қалжыңдап тұрсың ба? Сен мен ұшудан бас тартқанша бір шелек сарымсақ жегерім ба? Қарашы, қызым, неткен болттар. Кішкентай кезіңде ойнайтынымыз есіңде ме? Сен менен жастырынып қалатынсың. Охо! Жақсы, 1-2-5 мен іздеуді бастадым. Қазір табам. Енелік, қайдасың? Шқаным. Бәрібір сені тауып алам. Бәрібір сені тауып алам. Қызым, қалың жақсы ма? Иә, кек жүкті болған соң аздап ентігіп қалдым. Олай болса, күн тәртібін сақтау керек. Не? Мен ата-атанамын! Ал мен әке атанамын. Сен менің ұлымсың. Әлде қыз бекен, ұлым немесе қызым менің. Қарным аш барады. Балмұздақпен майшабаға келші. Жоқ. Оған қоспалар қосылған. Сәбиге зияны тиеді. Бала шатырда оңай жүру үшін өрмекші жеу керек. Қойдың сілекейде пайдалы екен. Иә, пайдасы бар. Рахмет, әке. Бала қансорғыш болама жоқ па білмейміз ғой. Мүмкін адамдарға ұқсап кететін шығар. Джонни сияқты. 1000 жылдық қансорғыштар ұрпағынан адам туама? Мүмкін емес. Бастысы дені сау болсын. Дұрыс айтасың, кішкентай сап-сау қансорғыш. Немесе адам. Иә, Карлсон сияқты ұшатын адам. Міне, Франкенделикс сорпадан іш. Анаңның рецептісі бойынша әзірленген. О, рахмет, әке. Бала күнімде дайындап беруші едің. Сүйіп ішетінмін. Кешіріңіз. Жұма 13. Туу бөлімі. Мырза, бұнда баланың әкесі ғана кіре алады. Рас па? Мен де әкемін ғой. Қыздың әкесімін. О, мәссаған қараңдар. Ол туылды, ол. Дракула мырзаның ұрпағын жалғастырушы. Мен тірі тұрғанда сені ешкім ренжітпейді, кішкентай қорқыныштым. Әке, ұлымды өзіме қайтар. Әкең болсам, ал дер едім. Ал мен жаннатты сестрамын. Жарай тұста, анасы. Ят болды. Денис 1 жасқа толды. Тамаша. Иә, қатырдың, жарайсың. Ақылдым сол.